Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келіні қайын-атасымен ойнас қылған. Жүр кеттік, мен саған бір қызық көрсетейін деді бірде Есберген. Содан екеуміз самғай ұшып ауылға кеттік. Ауылдың арғы жақ шетінде Боқан деген шал тұратын. Жалғыз ұлы сотталып, келіні және кішкентай немересімен бірге тұрып жатқан. Үйдің қабырғасы елес әруаққа кедергі болып па, екеуміз қабырғаны көктей өтіп үйге ендік. Пеш жағылатын ас бөлмеде кішкентай баласымен келіншек жатыр. Шал төргі бөлмеде еденге сыланған төсекте ұйқы құшағында. Мұнда неге келгенімізді білмей аң-таңмын. Шынын айтқанда біраз үйлерге өзім де кіріп көріп жүрмін. Таңғалатын ештеңе жоқ. Ұйықтап жатқан адамдарға қарап та қызық болып па? Мұнда не бар деймін Есбергенге қарап. Түш, деп ол ерніне саусағын апарып, даусыңды шығарма дегендей. Ау, бізді болсын болмасын ешкімді естімейді. Тіпті бар даусымен айқайласын да ешкімнің құлағына кірмейді ғой, дедім мен таңырқап. Жә, дәңгірлеме, деді ол. Кішкене көт, сосын көресің қызықты. Бір сағаттай отырдық-ау деймін. Шынын айтқанда елес тәнмен жүргенде уақыттың қалай өткені онша сезіле қоймайды. Бір кезде төрге бөлмеде жатқан шал оянып, қақырынып түкірініп далаға шықты. Әжетханаға бармай, есік алдында дәрет алған ол, бөлмесіне емес, келіннің жатқан ас үйге кірді. Ол ұйқы құшағында жатқан келін иығымен тартып жұлқып жатыр. Оянған келін басын көтеріп үн-түнсіз шалдың соңынан ерді. Екеуі төргі бөлмеге кіріп, төсекке қисайды. Шал, әй-шәй жоқ бірден келіннің үстіне қона кетіп, сәлден соң құнжаңдап еркектің шаруасын кірісті. Болат деген сыныптас баланың үйіндегі видеодан көргендерім болмаса, ер адам мен әйел адамның төсек жақындығын өмірі көрмегенмін. Аузым ашылып аңырайып қарап қалыппын. Түн қараңғы болғанымен, елес тән үшін үйдің іші де, далада сүттей ұйыған жарық. Ырсылға басқан шалдың екпінді қимылына сәлден кейін келіншектің аянышты ыңқала қосылды. Көздерін тас жұмып, екі қолын екі жағына жая шалқасынан жатқан келіншек бар дүниені ұмытқандай рахатқа батып, баяу ғана ыңырсиды. Шаруасын бітірген шал бір кезде келіннің үстінен түсіп, шалқасынан жатты. Көрпесі ашылыңқырап қалған келіншектің жалаңаш сандары жарқырап көрініп жатыр. Келіншек орнынан тұруға асықпайтын сияқты, төсек ләззаттың дәмін алғысы келгендей ашық-шақшық күйі керіліп біраз жатты. Орныңа бар, ана бала оянып кетіп жүрер, деді бір кезде шал. Келіншек орнынан сүйретіле тұрып ас үйге кетті. Қалай, деді Есберген маған қарап. Сұмдық екен, дедім мен. Туған келінмен қалай мұндай ұятсыздыққа жасайды? Өзі болса 80-ге келген шал. Онда тұрған не бар? 80-ге келсе де шалың мығым, көрдің бе қимылын? Көптен бері осылай жасай ма? Дедім бір кезде. Мен білгелі 2 жылдай болды ғой, деймін. Шалдың баласының аты Мұхтар. Ол ел ішінде рекет аталып жүрген адамдарды бопсалап ақшалатындармен қосылып біраз дүниені бүлдірген екен. Содан ақыры қолға түсіп 10 жылға сотталып тынды. Кішкентай бір ұлдар бар. Менің білуімше балалары биыл мектепке барған болуы керек. Шалдың 3 қызы, бір ұлы бар. Қыздары тұрмысқа шығып кеткен. Біреуі осы ауылда тұрады. Ұлының жасы менің білуімше 32-35-тің шамасында, ал келіншегінің жасы көп болса 30-дарда шығар. 80-дегі шалдың 30-дағы келіншекпен жақындасуы ақылға сиымсыз шаруа сияқты.